Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, балды жақсы көретін адамдарға арналған балды печенье рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Қантымыз бұл жерде еріп кетуі керек. Осы кезде үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Кейін үстіне балымызды құямыз. Егер сіздерде балдарыңыз қою болса, аздап ертіп алыңыздар. Және бір шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап тұрып барын араластырамыз. Қантымыз, майымыз бар жақсылап бірігу керек. Осы кезде араластырып болғаннан кейін ұнымызды аздан салып отырып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Бұл жерде бірден лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады, қолға жабыспау үшін. Осылай мінекей аздап ұн салып алып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде ұнның массасын барлығын мен описание жазып кетемін, бірақ дегенмен де ұн әртүрлі болғандықтан, сондықтан сіздерге осылай аздан салған жөн ұнды. Мен дәл осылай аздан сала отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы біріккеннен кейін әрі қарай лопатканы қойып, қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Міне менде уже қамыр қолға жабыспай тұр. Қамырымызды жақсылап тұрып илеп, 10 минутқа қойып қоямыз. Дәл осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді азғантай ғана ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Сіздер печеньеға кез келген форма берсеңіздер болады. Не болмаса дәл мен сияқты оқтаумен жайып, формочканың көмегімен осылай печенье бөліп алсаңыздар болады. Артық қамырды алып тастап, бұдан кейін тағы да печенье пісіретін боламыз. Печеньенің бетіне кез келген вилкамен узор істесеңіздер болады, не болмаса мен сияқты осылай форманың шетімен, қырымен осылай үстінен басып шықсаңыздар болады. Екі жағынан бассаңыздар болады, немесе бір жағынан бассаңыз болады, әркім әрқылай. Міне печеньеміз дайын, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сондай-ақ достар, видео ұнаған болса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерден көптеген оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.